Қайырлы күн баршаларыңызға, менің есімім Айдаралы Әбдінұр. Бүгінгі сабақтың тақырыбы логикалық операциялар. Логика дегеніміз не? Соны ең алдымен қарастырып алайық. Логика дегеніміз адам ойлауының формалары мен заңдылықтарын әсіресе дәлелдеуге болатын пікірлерді, тұжырымды құрылымын зерттейтін ғылым деп қарастырамыз. Яғни логично ойлаңызшы дейді ғой, мысалда ол яғни белгілі бір дәлелдеуге келетін нәрсе да. Мысалда стаканды құлатсаң стакан сынады, логично, себебі ол белгілі бір заңдылыққа бағынады. Ал егер де сен допустим жүгіретін болсаң, сен былайша айтқанда терлейсің, себебі ол биологиялық заңға бағынады, яғни сен дененен жылу бөлінеді, былай айтқанда сондай. Яғни ол ғылыми пән ретінде логиканың бірнеше салалары қалыптасқан. Олар формальды логика, яғни ойлаудың құрылымдық ережелерін зерттейді. Математикалық логика логикалық ұғымдарды математикалық әдістермен сипаттайды. Және де ықтималдылық логика пікірлердің ақиқаттық дәрежесін ықтималдылықпен бағалайды. Және басқа да бағыттар. Ықтималдылық логика былай ғой, мысалда ұбт-дан 100 грант бөлінген, ал түсушілер 1000 адам. Яғни ықтималдылық бізде 10% деген сияқты. Яғни 1000 адамнан 100 ғана түседі, сондай деген сияқты. Ықтималдылық. Мен шансым сонда бір 10% екен ғой депші, сондай. Енді пікір деген болады бізде. Пікір дегеніміз жалған немесе ақиқат бола алатын қандай да бір пайымдау. Мысалдар: ақиқат пікірлер. Қазақстан Республикасының астанасы Нұр-Сұлтан, 2-3-6. Олар ақиқат. Ал жалған пікір тау тегіс емес, 2-2-5 емес. Сосын математикалық логиканы қарастырып кетейік. Математикалық логика ол формальды логиканың, яғни формальды құрылымдардың бір бөлігі. Ол нақты анықталған құрылымы бар пікірлермен жұмыс істейді, олардың ақиқат не жалған екенін анықтауға мүмкіндік береді. Математикалық логика ұбт-та келген. Және де математикалық логикада пікірлер арнайы логикалық амалдар арқылы талданады. Солардың кейбірі конъюнкция және инверсия. Яғни оларды қазір талдаймыз. Математикалық логикалық жалғаулықтар деген болады. Яғни логикалық жалғаулықтар дегеніміз күрделі пайымдауларды, айтылымдарды сипаттайтын логикалық операциялар. Олар бір немесе бірнеше пікірді біріктіру арқылы жаңа құрылым айтуға мүмкіндік береді. Логикалық айтылымдармен жұмыс істеу үшін оларды қысқартып, әріптермен белгілеу қабылданған. Мысалы, алуа жазда теңізге барады, А деп белгілейік. Және де алуа жазда тауға барады, Б деп белгілейік. Егер де алуа жазда теңізге де тауға да барады деген құрамды айтылымды қысқаша А және Б деп түрінде жазуға болады. Яғни былайша айтқанда алуа жазда теңізге барады, және де ол тауға да барады. Екі шындық. Және де логикалық жалғаулықтар және олардың мәндері. Мұндағы логикалық жалғаулық А және Б логикалық айналымдар болып табылады. Яғни А және Б логикалық айналым. Және де бұл айналымдар тек екі мәннің ғана бірін қабылдайды: ақиқат немесе жалған. Математика логикада үш логиканың операция қолданады, яғни және конъюнкция, немесе дизъюнкция, емес инверсия деген сияқты. Бұл операциялар арнайы ақиқаттық кестелер арқылы сипатталады. Кестеде әр комбинация үшін нәтиженің ақиқат немесе жалған екенін көрсетеді. Яғни А және Б айналымдары осы үш логикалық операцияда әртүрлі нәтиже шығарады. Оның әрқайсысымен таныстырамын қазір. Және қызықты ақпарат айта кетейін. Логика алгебрасы алғаш рет 19 ғасырдың ортасында ағылшын математика Джордж Булдің еңбектерінде қалыптасты. Бұл дәстүрлі логикалық есептерді алгебралық тәсілдермен шешуге жасалған алғашқы талпыныстардың бірі болды. Яғни Джордж Булдің идеялары кейіннен Буль алгебрасы деп аталып кеткен. Қазіргі математикалық логика мен информатика негізіне айналған. Және де ақиқат кестесі дегеніміз бар. Ол логикалық операцияның кесте түрінде белгілеуі. Мысалда мынау кестеден көріп отқандарыңыздай, мынау логикалық айналымдар. Сол логикалық айналымдардың былайша айтқанда солардан шыққан мәндердің осындай кестеде берілуін біз ақиқат кестесі деп айтамыз. Және де олардың барлық мүмкін мәндері қарастырылу керек. Оны қазір айта кетемін.
Мысалы, бізде логикалық көбейту дегеніміз бар. Логикалық көбейту дегеніміз конъюнкция немесе және деп осындай үш атауы бар. Яғни конъюнкция дегеніміз бұл екі айтылымды, жаңағы А және Б деген бар ғой, соны логикалық көбейтеді. Былайша айтқанда оның белгілері амперсант, Том and Jerry деген сияқты. Немесе мынандай, немесе көбейту. Яғни А амперсант Б немесе А Б немесе А көбейтілген Б деп берілуі мүмкін конъюнкция. Яғни бұл жердегі А және Б я немесе жоқ мәндерін қабылдай алатын логикалық айтылымдар. Былай айтқанда, мына кестеге қарасаңыздар, сіздер бүйтесіздер. Мына жақта сөз артына кетіп қалыпты. Егер де олардың біреуі немесе екеуі де жалған болатын болса, онда мәні жалған болады. Қараңыздар, мына жақта бір. Екеуі де бір болған кезде бір деген мән шығады. Ал кем дегенде біреуі нөл болатын болса, ол автоматты түрде нөл болып кетеді. Ал екеуі де нөл болса, яғни кем дегенде біреуі нөл болып тұр ғой, ол да нөл болып кетеді. Яғни конъюнкцияның ережесі бойынша екі мән бір болған жағдайда ғана, яғни екі мән ақиқат болғанда ғана бірге болады, немесе ол ақиқат болады. Ал ең кем дегенде біреуі жалған болатын болса, мәні бізде жалған болып кетеді. Конъюнкцияның ережесі осындай. Енді логикалық қосу дегеніміз бар, ол бізде дизъюнкция. Бұл немесе жалғауы арқылы екі айтылымды, мысалы А және Б-ны біріктіреді. Бұл операцияның нәтижесі логикалық қосынды деп аталады. Яғни атау логикалық қосу, дизъюнкция немесе деп келеді. Оның белгілері болса мынандай. Былайша айтқанда, біз не істейміз? Конъюнкция мен дизъюнкцияны қалай ажырата аламыз? Білесіздер, конъюнкцияда бізде стрелка жоғары қарайды. Ал дизъюнкцияда бізде стрелка төмен қарайды. Енді дизъюнкция мен конъюнкцияны ажырату үшін дизлайк деген білесіздер ғой, мынандай бір төменге қарай қол, типа ұнамады деген сияқты. Яғни сіздер мынау дизъюнкцияның бағыты төмен қарай қарап тұр ма? Яғни ол дизъюнкция болады. Ал егер де жоғары қараса, ол конъюнкция болады. Осылай естеріңізге сақтап алыңыздар. Мына жаққа саусақтың ісін сызып немесе бүйтіп стрелканы толықтай сызатын болсаңыздар, сізде бағыты шығады. Яғни төмен қарап тұр. Дизъюнкция, яғни осындай болады. Ол жерде былай, кем дегенде біреу ақиқат болса, мәні ақиқат болады. Ал екеуі де жалған болған кезде, мәні жалған болады. Міне бір шықты, яғни екеуінің мәні бір. Ал кем дегенде біреуі бір болып еді, мәні бір шығады. Нөлге қарамастан конъюнкция сияқты емес. Мына да бір, мәні бір шығады. Ал екеуі де нөл болған жағдайда ғана мәні нөл болып шығады. Келесі. Логикалық терістеу деген бар. Логикалық терістеу, инверсия, немесе емес деп келеді. Бұл айтылымда, былайша айтқанда, қарапайым тілмен былай белгіленеді. А немесе А-ның үсті сызылған осындай екі мәндермен белгіленеді. Оның ережесі болса, бастапқы айтылым ақиқат болса, оны терістеп жібереді. Ал жалған болса, ақиқат қылып жібереді. Міне, нөлді бірге айналдырды, бірді нөлге айналдырды. Яғни былайша айтқанда, жалғанды ақиқатқа, ақиқатты жалғанға айналдыратын логикалық операция, ол логикалық терістеу болып табылады. Енді осыған орай бір есеп шығарып жіберейік. Бізде мынандай мән берілген. А, Б, конъюнкция, инверсия А, дизъюнкция Б. Яғни біз не істейміз? Біз кесте сызамыз. Яғни кестесін мәтіндік редакторда біз оны қолмен сызайық енді. Біз бірінші А-ның мәнін және Б-ның мәнін жазайық. Так, бізде барлық мүмкін мәндер мынандай, Ой, қателесіп кеттім. Так, бір минут. Екі жерге бірден мән жазып кеттім.
Қайтан сайын бізде аны белгілейміз және бұны белгілейміз. Аның мәндері 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0 деген мәндері бар. Енді біз осыны былайша айтқанда ең бірінші дизъюнкциясын тауып алайық жақшаның ішіндегі. Яғни жақшаның ішіндегін орындайтын болсақ, бізде так А дизъюнкция Б, оны былай. Яғни дизъюнкцияласақ біз білеміз, так, кем дегенде біреуі 1 болса, оның мәні 1 шығады. 0. Міне, бізде А дизъюнкция бұны жақшаның ішіндегісі мәні осындай шықты. Енді келесі жақшаның ішіндегі орындамас бұрын біз инверсия аны тауып алайық. Инверсия аның мәні қандайға тең? Аның мәні осындай. Енді біз оның барлығын былайша айтқанда терістейміз. 1-ді 0-ге айналдырамыз, 0-ді 1-ге, және де 1-ді 0-ге, ал 0-ді 1-ге айналдырамыз. Яғни аны біз былайша айтқанда инверсияладық. Енді А инверсия дизъюнкция Б. Осының мәні қандай болады? Соны қарайық. Яғни А инверсия 0, мына жақта 1. Яғни бізде мәні 1 шығады. Себебі дизъюнкцияларда кем дегенде біреуі 1 болса. Мына жақта да 1 шығады. Үшіншісінде бізде 0 шығады. Төртіншісінде бізде 1 шығады. Яғни А инверсия дизъюнкция Б бізде мәні осындай болып шығады екен. Ал енді осы екі мәнді біз, яғни осы екі мәнді біз конъюнкциялауымыз керекпіз. Яғни А инверсия дизъюнкция Б осыны А Б жақшаны жабамыз. Сол кезде бізде қандай мән шығады? 1 мен 1-ді көбейтсек логикалық 1 шығады, 1 мен 1-ді көбейтсек 1 шығады, 1 мен 0-ді көбейтсек 0, ана соңғы жағында тоже 0 шығады. Яғни бізде f-тің мәні, яғни осындай мәнге тең болады екен. Енді бүгінгі сабақ осымен тәмам. Барлығы түсінікті болса, және қуаныштымын. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабаққа